Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге PHP тілінің негіздерін қарастыратын боламыз. Жалпы PHP ол негізінде программалау тілі болып табылады. PHP тілінің басқа программалау тілдерінің ерекшелігі бұл программалау тілі тек қана осы веб саласына арналған болып табылады. Және де веб саласының 80%, яғни әлемдегі 80% сайт осы PHP тілінде жазылған. Сол үшін де бұл тілді білу, егер сіз веб разработчик болғыңыз келсе, бұл тілді сізге міндетті түрде білу қажет болады. Жалпы PHP тілі ол 1995 жылы шықты. Бұл тіл қазіргі кезде 8-ші нұсқасы бар. Және де бұл тілмен жұмыс жасау үшін бізге ең алдымен локалды сервер қажет болады. Өйткені локалды серверде бізге осы PHP орнатылған, және де Apache сервері қажет болады, және де MySQL мәліметтер қорын басқару жүйесі бізге қажет болады. Осының барлығын біз әрқайсысын жеке-жеке орнатып жүрмеу үшін біз локалды серверді орнату арқылы барлығында осы бір бағдарламаның ішінен ала аламыз. Жалпы локалды серверлердің бірнеше түрлері бар. Мысалы, Hump локалды сервері бар. Бұл 150 мегабайт, яғни орнатқан кезде 150 ғана мегабайттан тұрады. Немесе Open сервер бағдарламасы бар. Мүмкіншіліктері көп, бірақ та бір минусы 1,5 гигабайт, яғни орын алады. Егер сіз Mac пайдаланатын болсаңыз, Mac'та MAMP деп аталатын осы жақсы локалды сервер бар, осыны орнатсаңыз болады. Жалпы мен өзім Hump'ты пайдаланамын. Бұл бағдарлама менде орнатылған, сондықтан да мен бұны орнатпаймын. Мен бірден осы бағдарламаны пайдаланып тастаймын. Және де бізге текст редактор қажет болады, яғни біз блокнотта жазбаймыз, біз барлығында осы арнайы редакторда жазатын боламыз. Бірнеше түрлері бар. Жалпы мен бірақ Sublime тексті пайдаланамын, өте жеңіл және де ыңғайлы редактор болып табылады. Бұдан басқа VS Code және де Atom сияқты редакторлар бар. Енді ол өз еркіңізде, қайсыңыз пайдаланғыңыз келеді. Енді Hump'ты қосамыз. Жалпы Hump ол осы C директориясында менде орнатылған, және де әрдайым біз компьютерді қосқан сайын осы локалды серверді қосып отыруымыз міндетті. Өйткені бұны қоспасақ бізде жұмыс жасамайды PHP. Бұл жерден бізге Apache керек және де MySQL керек. Мен мына Start дегенде бастым. Мына жасыл жағында 80-ші портта жұмыс істейді Apache, MySQL болса 33.06 портта жұмыс жасап жатыр. Енді келесі кезекте текстовый редакторды ашамыз. Ол менде Sublime Text. Және де Hump'тың ішінде біз htdocs деген директорияға өтетін боламыз. Бұл жерде менің алдында құрған жобаларым, яғни жобаларым сақталған. Біз жаңа папка құру арқылы өзіміздің жобаны, мысалы PHP курс деп атайық. Және де бізге бір файл құру қажет. Бұл файлдың атауын біз index.php деп атаймыз. Бірақ та кейбір компьютерлерде формат index.php.txt болып қалуы мүмкін, яғни блокнот түрінде. Бұны реттеу үшін біз вид деген жерге өту арқылы, біз мына жерде расширение имен файлов дегенге біз мысалы осы жерде осыны таңдасақ, бізге форматы көрінеді. Ал егер алып тастайтын болсақ, форматы көрінбейді. Сіздерде мысалы былай болуы мүмкін, index.php, бірақ та файлдың типі txt, яғни блокнот түрінде болуы мүмкін. Сол үшін де осыны флажокты басу арқылы сіздер форматын txt емес PHP-ге өзгерте аласыздар. Енді осыны біз Sublime Text ашайық, өзіміздің директорияны. Жалпы бұл бізде Hump'тың ішінде htdocs-қа қарай өтеміз. Hump'қа кіреміз. Және де Hump'тың ішінде htdocs-ның ішінде PHP курс деп аталады. Міне біздің құрған файл. Енді осыны біз былай echo hello world деп жазып көрейік. Яғни бірден PHP кодты жазып көрейік. Енді бұны қалай ашамыз браузерде? Браузерде ашу үшін, мысалы менде Hump'та мысалы біз былай ашамыз. Localhost деп жазамыз, және де біздің жобаның аты, яғни біз құрған папка ол PHP курс. PHP сызықша курс. Дәл сол папканың атын көрсетеміз. Сол кезде біз осы құрған жоба ашылды. Міне echo hello world деді, бірақ та бұл бізге PHP-ді орындап тұрған жоқ. Өйткені PHP-де echo сөзі көрінбеу керек. Бұл неге орындамай тұр дегенге келетін болсақ, біз әрдайым файлды ашқан кезде файлдың ең бірінші қатарында
осы PHP тегі болу қажет. Міне сол кезде осы бізде осы түс жанды, яғни кодтың түсі жанды. PHP яғни бұл кодировканы білдіреді. Біз яғни осы файлда PHP кодын жазатынымызды біз осы редакторға көрсете аламыз. Сол кезде бізде осы PHP орындалатын болады. Міне енді қарайтын болсақ, hello world сөзі шықты. PHP-де біз енді айнымалылардан басайық. Бұл echo бізге сөз шығару үшін қажет болады. Айнымалылар доллар белгісімен беріледі. Және де бұның мәндеріне біз мысалы hello world-ты осының ішіне жазайық. World және де echo hello world демей біз тек қана осы доллар аны шақыра салсақ болады. Сол кезде біз мәнді осы айнымалының ішінде сақтаймыз. Ал echo'да біз осы айнымалының яғни кілті, яғни айнымалының кілтін көрсету арқылы біз осы мәнін ала аламыз. Бұл жерде басқа да сөз болуы мүмкін. Мысалы, бұл бізде string, яғни бұл бізде сөз түрінде берілген. Ал бұдан да басқа сандық түрдегі типтер бар. Мысалы, 50 деген сөз шықты, яғни сан шықты. Біз бұл жерде сан түрінде бердік, және де логикалық түрде берсек болады. Мысалы, false деп жазсақ, бұл жерде түк шықпайды, өйткені бізде мән логикалық түрде берілді. Яғни логикалық мән ол false немесе true. Осы екі мәннен тұрады. True ол дұрыс, яғни ақиқат, ал false болса ол жалған дегенді білдіреді. Жалпы ең көп пайдаланатын типтер осылар. Осы boolean типі және де жаңағы айтқан сандық тип, яғни ол сандық тип integer деп аталады. Мысалы, біз жаңа 50 деп жаздық, бұл integer деп аталады. Және де символдық тип, ол осы тырнақшаның ішінде жазылады, символдық тип. Ал тағы да бір тип бар, ол тип float деп аталады. Мысалы, 5,58 деп жазатын болсақ, бізге нақты санды береді. Яғни бұл типтің атауы float. Бұны біз қалай біле аламыз, типтердің қайсысы екенін? Оған арнайы функция бар. Get type деген функция бар. Осыны шақыру арқылы біз PHP-дің типін көре аламыз. Міне, float немесе double деп атасақ та болады бұл типті. Негізінде екі түрлі. Float дегеніміз енді екеуінің айырмашылығы double көп, яғни нүктеден кейін көп сандарды өзінде сыйдыра алады. Қазіргі кезде енді осы PHP-дің жаңа нұсқаларында float алыпса да барлығында ортақ double деп атайды. Мысалы 5 емес, мысалы 7 деп алайық, яғни біз нүктені алып тастадық, сол кезде мына тип өзгереді, integer, яғни бұл қарапайым сан. Ал егер нақты сан керек болса, біз мысалы 7,3 дейтін болсақ, бізге міне double деп көрсетеді, бұл нақты сан екенін көрсетеді. Және де біз мысалы false деп жазайық. Міне boolean типі шықты, яғни бұл логикалық тип. Мысалы символ берейік, hello деп жазайық. Міне string типі шықты, яғни бұл символдық тип. Жалпы бұдан бөлек if бар, яғни біз логика беру үшін, қандай да бір шарт беру үшін біз if-ті пайдалансақ болады. Мысалы, if егер біз доллар аны аламыз, егер доллар а бізде мысалы тиын болса дегенде біз екі рет теңдік белгісін қоямыз. Бір рет тиын болса, яғни теңдік белгіні бір рет қойсақ, біз мән береміз, яғни инициализация жасаймыз. Ал теңдік мән екеу тұрса, біз салыстырамыз деген сөз. Біз мысалы мына жақта біреуін ғана қоятын болсақ, біз мысалы мына жерде hello 2 деп жазатын болсақ, бұл кезде біз салыстырып жатқан жоқпыз, біз аның мәнін hello 2-ге өзгертіп жатырмыз. Ал егер 2 теңдік белгіні қоятын болсақ, біз салыстырып жатырмыз деген сөз. Жалпы енді осы шарт егер орындалса, біз осы екі фигурлы жақшаның ішінде біз мысалы осы yes деген сөзді шығарсақ болады. Және де үтір нүктені қойып отыруымыз керек міндетті түрде. Үтір нүктені ұмытып кетсеңіздер, бағдарлама, яғни орындалмау қалуы мүмкін. Яғни бізге қатені беретін болады. Сол үшін де ұмытпай мұқият болу қажет. Yes деп шығарамыз. Ал егер орындалмаса шарт, else деп қоямыз, онда біз no деп шығарамыз. Енді көрейік. Мына етеміз, міне no деп шықты. Else дегеніміз, егер бұл шарт орындалмаса, егер hello 2-ге тең болмаса, онда else шарт орындалады. Міне else-ның денесі міне екі фигурлы жақшаның ішіндегі операциялар орындалады деген сөз. Ал егер hello 2 болса, онда мына фигурлы жақшаның ішіндегі операциялар жүзеге асырылады. Мысалы, біз hello-ды енді hello 2 деп өзгерте салайық. Сол кезде міне yes деген шықты. Өйткені екеуі бірдей сандық тип.
Және де екі теңдік белгіден бөлек тағы да басқа теңдік белгі бар. Ол үштік теңдік белгі. Бұл жерде ешнәрсе өзгермейді, өйткені осы екі теңдік белгінің айырмашылығы ол типте жатыр. Мысалы, біз мына жерде А типіне біз мысалы 5 деп жазайық, ал мына жерде біз тырнақшаның ішіндегі 5, яғни мына жерде бұл integer типіндегі 5, мысалы, мына жазайық integer типіндегі, ал мына жердегі 5 болса, бұл string типіндегі 5. Енді осында шартты орындала ма тексерейік. Міне yes деп орындалып тұр. Екеуінің де мәні 5, яғни екеуі тең. Бірақ та екеуінің типі бөлек. Мына жерде string болса, жоғары жақта integer тип. Кейде бізге екеуінің мәнімен қоса типтері де тең, яғни типінде салыстыру керек болса, біз үштік белгіні пайдалана аламыз. Яғни үш теңдік белгіні қоятын болсақ, міне no деп шығарды, өйткені екеуі тең болғанмен екеуінің типтері бөлек. Ал егер біз 5-ті екеуінің типін бірдей қылып қояйық, сол кезде міне орындалатын болады шарт. Жалпы if-тен бөлек тағы да else if деген бар. Яғни біз мысалы мына жерде if қоямыз, және де біз else if мысалы біз былай қойсақ болады. Егер тең болса 3-ке, онда yes деп шығарайық. Және де ең соңғы else шартын қойсақ та болады, оны қоймасақ та болады. Бұл негізінде міндетті емес. Біз жалғыз if-тің өзін ғана пайдалансақ та болады. Ол өздеріңізге, яғни қажеттіліктеріңізге байланысты. Мысалы, no деп шығарайық. Бұл жерде не орындалады? Бұл жерде егер A-ның мәні 5-ке тең болса, онда yes деген сөз шығарады. Else if, ал егер де тең болмаса 5-ке, мысалы 3-ке тең болса, онда yes 3-ке тең деген сөз шығарамыз. Ал егер екі шарттың ешқайсысы орындалмаса, ең соңында біз ешқандай да шартсыз else ол міндетті түрде орындалатын болады. Ал егер else if немесе if-тердің біреуі орындалса, онда else шарты орындалмайды. Енді тексеріп көрейік. Міне yes деп шықты, өйткені 5 мәні бізде орындалып тұр. Егер 3-ке өзгертетін болсақ, A-ның мәнін, міне yes 3-ке тең деген сөзді шығарды. Жалпы бұл жерде айнымалының қажеттілігіне мысалы мұқият қарайтын болсаңыздар, біз мысалы мына жерде айнымалыны пайдаланбасақ, егер пайдаланбасақ, біз былай есептейтін едік. Мысалы, мына жерде 5 деп береміз. Мысалы, мына жерде айнымалының мәні 3 қой. Біз мысалы былай алайық. 3 деп аламыз, салыстырамыз. Және де мына жерде де біз 3 деп салыстырамыз. Мына жерде де біз қолмен жазамыз. Яғни біз әрбір жерде осы айнымалыны қолмен жазып отыратын едік. Және де бізге мысалы 3 емес, басқа мысалы 4 санын өзгерту керек болса, біз аламыз да мына жерде барлық жерде 4 деп өзгертіп отыруымыз қажет. Және де бір жерде біз ұмытып кететін болсақ, біздің бүкіл бағдарлама құлап қалуы мүмкін. Сол үшін де бұл өте тиімсіз жол. Сондықтан да біз әрдайым айнымалыны пайдаланып отыруымыз қажет. Бұл бізге міндетті. Яғни бұл if болды, және де if-тің тағы да бөлек операциялар бар. Мысалы, логикалық операторлар деп аталады. Біз мысалы оны былай берсек болады. Мына жерде бізге мысалы айтуы мүмкін. Егер 5 болса, есті шығар, немесе 7 болса, яғни сан 5 немесе 7 болса, онда бізге yes деген сөз шығару керек болады. Біз оны қалай жасаймыз? Біз оны былай жасасақ болады. Мысалы, else if дегенде тағы да біреуін көшіріп аламыз. Көшіріп аламыз да, мына жерде біз мысалы 7 болды ғой, 7 деп жазамыз, және де мына жерде yes деген сөз шығарамыз. Бізге тағы да айтуы мүмкін. 9 болса есті шығар, немесе 11 болса есті шығар. Яғни тақ сандар болса есті шығар деп айтуы мүмкін. Біз әрқайсысын қолмен жазып отпаймыз, яғни else if-тердің бізде мысалы мыңы болуы мүмкін, ол өте тиімсіз. Сондықтан да бізге бұл жерде мысалы көмекке логикалық, яғни операторлар келеді. Ол операторлар and және де or деп аталады. Оны біз былай белгілесек болады. Екі осы апострофты қою арқылы біз мысалы былай шарт бере аламыз. Егер 5-ке тең болса, A-ның мәні, және де біз мысалы мына жерде B-ның мәнін алайық. Мына жерде енді біз қарапайым сан ретінде алайық. Яғни мысалы 3 қалай берсін, біз B-ны қарапайым сан ретінде алайық. B-ның мәні мысалы 4-ке тең. Сол кезде біз 2 теңдік белгісін аламыз. Егер 4-ке тең болса, онда біз есті шығарамыз. Бұл жерде 3 болып тұр, яғни 5 деп өзгертеміз.
Енді тексереміз. Обновить етеміз. Міне, бұл жерде no деп шықты. Біз b деп өзгертеміз мәнді. Міне, yes деп шықты. Яғни, аның мәні 5-ке тең болса, және де оның типі string болса, яғни типі string болса, және мына жерде 2 апостроф белгісі, ол және дегенді білдіреді. Бұның мәні 4-ке тең болса, онда yes деген сөзді шығаратын боламыз. Мысалы, біз бұны тағы және деген, яғни 2 шарт орындалу қажет. Мысалы, біз бұны 4 емес, 1 деп өзгертетін болсақ, бұл жерде біздің шарт орындалмайды. Яғни no деп шықты. Өйткені 2 шартта орындалған жағдайда yes деген сөз шығады. Біз енді бұны қалай жасаймыз? Біз мысалы былай жасасақ болады. Немесе дегенді пайдалансақ болады. Мысалы, аның мәні 5-ке тең болса, немесе b-ның мәні 4 болған жағдайда осы шарт орындалады. Сол кезде yes деген шығады. Өйткені b орындалмаса да, a-ның мәні 5-ке тең болып тұр. Яғни 2 шарттың біреуі орындалса, бізге осы мәнді шығарып беретін болады. Жалпы бұдан кейін цикл деген тақырып бар. Циклдың бізге көмегі ол бір операцияны біз мысалы бірнеше рет жазып отырмау үшін. Мысалы, қарапайым бізге тапсырма берілді делік. Мысалы, бізге тақсандардың мәнін шығару қажет. Оны біз қалай шығарамыз? Оны біз қолмен 5, 7, 9 деп қолмен әрқайсысын жеке-жеке жазып отырмаймыз ғой. Біз тек қана циклды пайдаланып, сол циклдің ішінде шарт жазу арқылы біз есептесек болады. For i тең 0 және де i кіші 10-ға дейін жүрсін шартта i тең i плюс 1, яғни плюс 1. Циклдың денесін ашамыз. Бұл жерде конструкцияның ішінде 3 бөліктен тұрады. Яғни үтір нүктеден бітеді. Бірінші бөлік ол i тең 0, яғни i-дің мәні 0-ден басталады. Және де 10-ға дейін, яғни біз i-ді 0-ден 10-ға дейін жүргіземіз қазір. Яғни бұл жерде бізде 10 қадам болады. Және де әр қадам сайын біз i-ді 1-ге қосып отырамыз. Мысалы, i 0 болады, 1 болады. Мысалы, оны біз былай тексерсек болады. i-дің мәнін шығарамыз. Енді обновить етеміз. Міне 0, 1-ден бастап 9-ға дейін жүрді. Яғни әр қадам сайын. Мысалы, біз 1 емес 2 қадам сайын жүргіміз келсе, 2 деп өзгертеміз. Сол кезде 0, 2, 4, 6, 8 болды. 3 десек, 3 қадам сайын өзгеріп отыратын болады. Бұл жерде, мысалы, біз 10-ды, яғни алып отырған жоқ. Көріп байқап отырғандарыңыздай. Мысалы, 1-ге қоятын болсақ, 9-дан бітіп қалды. 10-ды алу керек болса, біз теңдік белгісін қойсақ, сол кезде шарттың ішінде 10 саны да кіретін болады. Жалпы, бұл жерде i-ді біз 1 қадам сайын қосып отырмыз. Яғни, мысалы, көріп отырғандарыңыздай, әр қадам сайын 1-ге қосылып отырды. Біз бұны қысқартсақ болады, бұл конструкцияны. Біз былай жасақ болады. i плюс тең 1 деп көрсетсек болады. Сол кезде түк өзгермейді, яғни біз әр қадам сайын 1-ге қосып отырмыз. Мысалы, 2-ге қосып отыратын болсақ, міне, 2 қадам сайын ауысып отыр. Бұны да қысқарту керек болса, біз былай қысқартсақ болады. i плюс плюс десек, міне, бізде әр қадам 1 қадам сайын артып отыратын болады. Циклдың әр қадамында. Тақ сандарды шығарайық. Біз оны былай көрсек болады. i және де тақ сан екенін қалай анықтасақ болады. Бізге тақ санның, яғни қалдық 2-ге бөлеміз. Егер қалдық қалса, онда бұл тақ сан деген сөз. Егер қалдық қалмаса, 2-ге қалдықсыз бөлінсе, онда бұл жұп сан деген сөз. Біз қалдықты қалай анықтасақ болады? Біз мысалы i-ді 2-ге бөлсек, бізге қалдықты көрсетпейді. Оны біз мысал ретінде байқасақ болады. Ечо i бөлінген 2. Міне, көріп отырғандарыңыздай, мына жерде мысалы 0 шықты, 0-де 5, мысалы 11-де 5 сияқты. Бұл жерде біз қалдықты емес, біз 1-ден бөліп тастап жатырық сандарды, ал бізге бұл қажет емес, бізге қалдығын алу қажет. Қалдықты біз процент осы оператор арқылы алсақ болады. Міне, сол кезде біз мысалы мына жерде көріп отырсыздар, мысалы 0-ді 2-ге бөлген кезде, мысалы мына жерде бәрібір 0 шығады, яғни санды 0-ді санға бөлуге болмайды. Және де 1-ді мысалы біз 2-ге бөлеміз, қалдық 1 қалады. Ал одан кейін барып 2-ні 2-ге бөлсек, қалдық 0 қалады.
келесі бізде 3 саны, 3-ті 2-ге бөлеміз, 1 қалады, 4-ті 2-ге бөлеміз, 0 қалады, 5-ті 2-ге бөлсек 1 қалады. Яғни біз қалдықты алдық. Енді салыстырамыз. Егер санды 2-ге бөлеміз, егер қалдық, мысалы, тең емес деген белгіні біз осы леп белгісі арқылы алсақ болады. Егер тең емес болса 0-ге тең болмаса, онда біз осы санды шығарамыз. Эчо, и, және де біз былай жасақ болады. Енді тексеріп көрейік. Міне бізге тақ сандарды шығарып берді. 1, 3, 5, 7, 9 деген сандарды шығарып берді. Бұны біз қалай алдық? Бұны біз өзіміздің осы идің мәнін 2-ге бөлдік. 2-ге бөлдік, және де одан қалған қалдықты біз тексердік. Ол тең емес болса 0-ге, яғни қалдық 0-ге тең болмаса, онда бұл тақ сан деген сөз. Ал тең болса дегеніміз ол 2 теңдік белгі. Тең емес дегеніміз ол леп белгімен тең белгілерін айтады. Онда бұл тақ сан болса, онда біз осы мәнді шығардық, және де біз жаңа строкаға, жаңа жолға шығару үшін біз BR деген HTML тегін қосып жаздық. Нүкте белгісі бұл жерде осы 2 қатарды қосу үшін пайдаланады. Біз мысалы мына жерде плюс десек, бұл жерде бізге қате береді. Мысалы тексеріп көрейік. Міне қате шықты, өйткені біз плюсті тек қана 2 операторларда пайдалана аламыз. Яғни сандық типке пайдалана аламыз, ал нүкте болса, ол бізге 2 символдық типтегі жолдарды қосу үшін, яғни біріктіру үшін пайдаланады. Біз мысалы сол тақ санды шығардық, және де біз жаңа жолдан бастайтын HTML тегті шығарамыз. Осы екеуін қосу үшін нүкте белгісін пайдаландық. Жалпы for'дан бөлек while деп аталатын цикл бар. Мысалы біз аға 1 деген мәнді берейік. While бізде аның мәні 10-ға тең болмайынша бізде цикл жүріп отыратын болады. Біз осы аның мәнін көрсетеміз, және де аның мәнін әр қадам сайын ұлғайтып отыратын боламыз. Міне циклды көріп отырсыздар. Бұл жерде 1-ден 10-ға дейінгі сандар берілді. Және де 10-ға тең болған кезде бізде бұл шарт орындалмайды. Мысалы 10-ға тең емес болса, аның мәні 10-ға тең болмаса, онда шартты орында деген сөз. Ал 10-ға тең болып қалған кезде шарт орындалмайды. Және де бұны біз цикл бойынша сіздермен бірге 3 қана жолда шығарған болатынбыз. Яғни for деп жаздық, және де 0-ден 10-ға дейін echo деп шығардық. Яғни осы 2 жолда ортасын бөлейік. BR тегінің көмегімен. Міне бұл жерде аның мәнін емес, идің мәнін шығарамыз. Міне екеуінде қызметі бірдей, мына жерде тек 0-ден басталды. Біз мысалы бұны 1-ден 10-ға дейін деп алсақ болады. Міне екеуінде қызметі бірдей. Жоғарыда тұрған ол while'дың көмегімен шығарған, астында тұрған ол for'дың көмегімен. Негізінде for өте ыңғайлы болып табылады, бірақ та кейде while'мен шешетін есептер бар, яғни while'ды пайдалануға тиімді есептерде болып жатады. Екеуі де негізінде осы циклдарда жиі пайдаланады. Жалпы циклдан бөлек бізде массив бар. Біз массивті не үшін пайдаланамыз? Массив жалпы бізге бірнеше айнымалыларды сақтау үшін пайдаланады. Яғни ол контейнер болып табылады. Біз массивтің ішінде айнымалылардың, мысалы, бізге қанша айнымалы керек болады? 100 болсын, немесе 1000 болсын, тіпті 100 000 айнымалыны массивтің ішінде сақтай аламыз. Біз мысалы массивті пайдаланбаған кезде біз әр айнымалыны жеке-жеке сақтауға тура келеді. Ал оның барлығында біз мысалы бір контейнерде массивтің көмегімен сақтасақ болады. Жалпы енді мысалға керек. Мысалы бізде A массиві болсын. Бұл массивте сол доллар белгісімен айнымалы секілді инициализация жасалынады. Тек қана бұл массивтің ішінде біз мән беретін кезде біз тік жақшаны пайдаланатын боламыз. Егер тік жақша болса, онда бұл массив деген сөз. Және де массивтің ішінде біз мысалы 5-ке дейінгі сандарды берейік. 5-ке дейінгі сандарды бердік.
Және де бұл массивтің ішіндегі, мысалы, біз 5 айнымалын сақтап отырмыз. Егер бұл массивті пайдаланбаған кезде біз бұларды мысалы A1, A2, A3 секілді, яғни әрқайсысына жеке-жеке айнымалы құратын едік. Бұл өте көп ресурсты, яғни орын алады және де өте тиімсіз болып табылады. Сол үшін де біз массивті пайдалансақ болады. Мысалы, біз осы 2 деген санды шығарайық. Бұны шығару үшін біз осы 2-нің реттік нөмірін аламыз. Яғни нешінші орында орналасқанын көрсететін боламыз. Біз мысалы бұл жерде 2, ол мысалы бірінші орында тұр, 2 екінші орында берілген. Біз мысалы 2 деп жазайық. Үтірнекте қоямыз. Енді тексерейік. 3 деген сан шықты. Бірақ та бізге 2 деген сан керек еді. Неге 2 емес, неге 3 деген сұраққа келетін болсақ, өйткені массивтің индекстері, яғни элементтің орналасуы 1-ден емес 0 деген саннан басталады. Яғни бірінші элементтің индексі ол бізде 1 емес, ол 0. Ал келесі мысалы мына жерде бірінші индекстікі ол 0. Ал 2-нікі болса 1, 3-тікі 2, 4-тікі 3, ал 5-тікі 4. Яғни индекс ол 1-ден басталмайды, ол әрқашанда 0-ден басталып отыратын болады. Сол үшін де бізге 2-ні алу үшін біз 1-ді көрсететін боламыз. Мысалы 1-ді көрсетеміз, сол кезде міне 2 деген санды аламыз. Мысалы 5-ті алу үшін біз 4 деген санды көрсетеміз. Сол кезде біз 5-ті алатын боламыз. Массивтің бір ерекшелігі осы. Ал егер бізге барлық санды шығару қажет болса, for each. Бұл да for циклы секілді, яғни циклдің 3-ші түрі болып табылады. Яғни біз бұл жерде A айнымалысын аламыз, және де бұны біз as деген сөздің көмегімен, яғни as дегеніміз A айнымалысын бізге мысалы value деп шығарайық. Echo value нүкте, яғни араларына пробел қойып отырайық. Әрбір санның міне 1, 2, 3, 4, 5 деген сандарды шығарып берді. Яғни біз бұл жерде мысалы біз былай жазсақ болады. Сіздерге түсінікті болу үшін мен мысалы толық атауын жазайын. Array дегенде, яғни массивті біз мысалы item деп алайық. Яғни бұл жерде біз массивті as мысалы шығар, қалай шығар? Массивті қалай item деп шығар деп көрсетеміз. Яғни as деген ол қалай деген сөздің, яғни біз аудармасы болып табылады. Біз орысша айтқанда как дейді. Яғни мысалы array как item деп атайды орысша айтқанда. Қазақшасы біз array массивін item деп шығаратын боламыз. Және де val дегенді біз itemге ауыстырамыз. Сол кезде біз әрбір элементтің алатын боламыз. Осы массивтегі элементтерді алатын боламыз. Ал егер бізге бұл элементтердің мәнін емес, бізге кілттерін алу керек болса, бізге ол кезде мына жерде item дегеннің алдында біз мысалы кей немесе кез келген бір айнымалының атауын берсек болады. Және де тен және де осы стрелка белгісін бағытын көрсететін боламыз. Сол кезде біз мысалы itemді біз былай алсақ болады. Кей деп аламыз. Сол кезде бізге кілттерін шығарып берді. Міне 0, 1, 2, 3, 4 деген кілттерді шығарып берді. Мысалы біз былай алсақ болады. Кей және де item. Міне, мына жерде біз тағы да br деп алайық. Түсінікті болу үшін. Яғни әрбір элементті жаңа жолдан бастайық. Міне кілті 0, мәні 1. Кілті 4, мәні 5. Кілтін алдық және де оның мәнін алдық. Біз міндетті түрде кейміз, бұны мысалы кез келген бір, мысалы кілт деген сөзді алсақ болады. Кей болуы ол маңызды емес. Өздеріңізге ыңғайлы айнымалының атауын берсеңіздер болады. Келесі кезекте біз енді осы массивке циклдың көмегімен біз мән берейік. Оны біз қалай жасаймыз? For циклын пайдалансақ болады. For'ды біз мысалы 10-ға дейін деп алайық. Бізде мысалы бұл массивтің мәні қазір 5-ке дейін берілген. Біз мысалы бұны array деп аламыз. Массивті міндетті түрде инициализация жасауымыз қажет. Біз мысалы бос орынды екі осындай тік жақшаны көрсету арқылы біз arrayді массив екенін көрсете аламыз. Ал егер қарапайым айнымалы болса, онда ол string типінде немесе integer типінде болуы мүмкін. Ал массивтің
айнымалының массив екенін көрсету үшін біз тік жақша қоятын боламыз. Және де осы циклдың ішінде біз array'ге мән беру үшін біз қалай мән береміз? Array 2 тік жақша, және де осы i-дің мәнін көрсетеміз. Яғни i-ді көрсетеміз. Бұл жерде осы array'ден кейінгі тұрған тік жақша, бұл array массивіне жаңа мән енгізу деген мағынаны білдіреді. Яғни жаңа мән енгіземіз. Енді келесі кезекте обновить етсек, міне 10-ға дейінгі сандар шықты. Мына жақта кілті және де оның мәні, мысалы біз мына жерде 0 емес 1 деп алатын болсақ, 1-ден басталады біздің мәндер. Бұл жерде біз көріп отырғандарыңыздай, біздің құрған бағдарлама енді кішкене күрделенді. Мысалы бірінші бөлікте біз мысалы айнымалыны тіркедік, тіркеу, яғни осындай айнымалы бар екенін тіркедік. Ал мына жерде екінші бөлікте біз осы айнымалыға мән беру, яғни мән бердік. Ал мына бір үшінші бөлікте болса, біз осыны шығардық. Яғни осы айнымалыны шығардық. Шығару. Міне комментариймен енді түсінікті болды деп ойлаймын. Бірінші бөлікте біз тіркедік айнымалыны, мән бердік айнымалыға for'дың көмегімен. Және де for each'тің көмегімен біз осы мәнді шығардық. Жалпы бұдан бөлек PHP тілінде тағы екінші комментарийдің түрі бар. Ол яғни көп жолдық комментарий деп аталады. Бұл жерде hello world, және де бұл жерде мысалы біз қарапайым 2 слэш қоятын болсақ, астына жазатын болсақ, астындағы жолды комментарийге алмайтын болады. Көп жолды комментарий қажет болса, біз слэш жұлдызша және де жұлдызша слэштің көмегімен біз осының ішінде көп жолды комментарий жаза аламыз. Келесі тақырып ол бізде көп өлшемді массив. Жалпы көп өлшемді массивте біз бір массивтің ішінде тағы бөлек массив сақтасақ болады. Оны біз қалай жасаймыз? Мысалы біз мындай айнымалы ашайық. Laptops деген айнымалыны ашайық. Және де бұның ішінде біз бірнеше айнымалы, яғни бірнеше массивті сақтасақ болады. Мысалы қарапайым былай алайық. Осы массивтің ішінде біз мысалы атауын жазайық. Бағасы, мысалы. Және де астына түсеміз. Астында тағы да. Осылай көрсетеміз. Мысалы. Тағы да бір ноутбук қосайық. Яғни әрбір айнымалыға біз элементке жеке-жеке массив ашатын боламыз. Яғни көріп отырғандарыңыздай массив тұр, және де осы массивтің әрбір элементінде бөлек-бөлек массив бар. Енді осы мәндерді шығарайық. For each'тің көмегімен шығарамыз. Laptops және де laptop. Енді келесі кезекте біз былай жазамыз. Echo laptop. Бұл жерде енді біз мысалы мына жерде laptops'ың ішінде бөлек массив тұр. Енді осы массивтің біз мысалы бірінші элементін алайық. Сол кезде бізде атауларын шығарып берді. Бағалары керек болса, біз мысалы былай жасап болады. Атауын және де сызықша бағасын шығарамыз. Laptop 1. Бірінші индексте ол бағалар орналасқан, 0-ші индексте ол атаулар орналасқан. Міне, атауы, бағасы, және де атауы бағасы бойынша шықты. Және де бұл жерде тағы да осы көп өлшемді массивте кілт деген нәрсе бар. Яғни біз мысалы мына жерде көріп отырғандарыңыздай кілт ол арнайы өзі 0-ден бастаған сандарды беріп отыр. Яғни кілт ретінде 0, 1, 2, мысалы бізде үшінші элемент болса, мысалы шыққан жылы дегенге қосатын болсақ, үшінші элементті жазып шығайық. Жылын көрсетейік. Сол кезде мысалы 3 деген. Мысалы атауы 0-ші индекс, келесісі бағасы 1-ші индекс, шыққан жылы 2. Ал егер бізге бұл стандартты сандар емес, бізге мысалы сөз ретінде қоятын болсақ.
яғни мысалы 0, 1, 2 емес, оған біз мысалы name және де price, year деп сондай мәндерді, яғни сол кілт бойынша алғымыз келсе, біз оған атау берсек болады. Оны қалай жасаймыз? Name деп жазамыз, және де тен, және де стрелка белгісін қоятын боламыз. Үтір қоямыз. Келесі ол бізде бағасы. Price. Бағасы ол бізде 200 мың тұрады. Үшіншісі жылы, шыққан жылы. Ол year. 2020 жыл. Ал астындағыны біз өшіріп тастасақ болады. Келесі кезекте дәл осылай көшіріп аламыз. Мына жерде енді негізінде көптеген адамдар осы PHP тектерінің орналасуына мән бермейді. Яғни мысалы бір жерде үтір осылай тұрады, бұл жерде мысалы отсуттар бір-бірімен нақты бір бағытта емес, шашырап жатады. Мысалы теңдік белгісі осылай тұрады. Сол сияқты негізінде бұл дұрыс емес, яғни оқуға өте ыңғайсыз болып табылады. Сол үшін де әрдайымда мұқият болу қажет, яғни белгілі бір рет бойынша орналастырған жөн. Соған мұқият болыңыздар. HP павильонды біз мысалы Mac деп өзгертеміз. Бағасы мысалы 400 мың болсын. Келесім Lenovo. $300 мың болсын. Енді біз бұны қалай шығарамыз? Біз мысалы мына жерде 0 деп жаздық. Міне, қате. Яғни 0 деген бұндай индекс жоқ. 0 және де 1 бойынша біз атауын осы кезге дейін алдық. Бірақ та енді бұның кілті 0 емес, бұның кілті name деп аталады. Яғни біз кілтке стандартты PHP беретін 0, 1, 2 деген реттік сандарды алып тастадық. Және де олардың кілтіне біз өзіміздің кілтті бердік. Енді біздің берген кілт ол name деп аталады, яғни атауы. Ал бағасы болса, бағасында біз бір емес, price дегенді көрсеттік. Біз кілтті тырнақшаның ішінде көрсететін боламыз. Міне, атауы шықты, бағасы шықты. Атауы бағасы, атауы бағасы. Laptop year деп жазамыз. Сол кезде міне шыққан жылы, атауы және де бағасы секілді осындай мәліметтер шықты. Жалпы негізінде массивте көбіне осы кілтті, яғни көп өлшемді массивті жиі пайдаланады. Өйткені бұл жерде өте ыңғайлы. Біз мысалы бізге қажетті мысалы бағасы немесе жылы қай индексте орналасқанын біз білмейміз. Мысалы бағасы екінші индексте тұрса, яғни шыққан жылы екінші индексте тұрса, ал бағасы бірінші индексте тұрса, біз оны мысалы білмейміз, қай индексте орналасқанын, немесе білгеннің өзінде кейін ол индекс ауысып кетуі мүмкін, яғни орындарымен. Сол кезде біздің бүкіл бағдарлама сынып қалуы мүмкін, яғни істемей қалуы мүмкін. Сол үшін де ең сенімді шешім ол стандартты индекс емес, ол қандай да бір нақты берілген символ түрінде берілген кілттерді қолдану. Осы практиканы көптеген компаниялар жиі пайдаланады. Келесі тақырып ол функция тақырыбы. Жалпы функция тақырыбында функция ол өте жиі пайдаланатын, яғни оператор. Функцияны біз не үшін пайдаланамыз? Функцияны біз бір жазылған кодты жиі, мысалы қайтадан екінші рет, үшінші рет жазып отыру үшін біз функцияның ішіне салып, әрқашан сол функцияны шақырып отыру арқылы біз өзіміздің кодты қысқарта аламыз, және де осы кодты жазуға кететін уақытты да қысқарта аламыз. Және де бұдан бөлек функцияның тағы бір ерекшелігі, біз мысалы барлығын бір осы страницаға, яғни бір файлға жазып отырғанша біз функцияға бөлу арқылы, яғни модульдарға бөліп тастау арқылы біз өзіміздің бағдарламаны оқуға жеңілдете аламыз. Функцияның конструкциясы ол function деп аталады, яғни function деген кілттік сөзді көрсету арқылы біз функцияны бейнелесек болады. Мысалы, қандай функция бар? Мысалы, біз былай жасақ болады. Fetch laptops.
яғни ноутбуктарды шығар деген сөз. Және де біз оны, мысалы мына жерде біз laptops дегенді көрсеттік. Осы бағдарламаның жоғары жағына қояйық. Және де осы функцияның ішінде біз, мысалы for each деп аталатын осы бір кодты біз осы функцияның ішінде шақырамыз. Мына жерде де дұрыстау қажет, өйткені оқуға жеңіл болу үшін әрдайым да орналасуларын дұрыстаған жөн. Енді біз мысалы сақтап обновить ететін болсақ, бос орын. Өйткені біз міндетті түрде функцияны бейнелегеннен кейін оны біз міндетті түрде шақыруымыз қажет функцияны. Енді осы функцияны шақыру үшін біз қарапайым fetch laptops және де екі осындай жақшаны көрсету арқылы біз шақыра аламыз. Енді мына жерде undefined variable деп шықты, яғни осы PHP тілінде қандай да бір қате шықса, бұл қатені міндетті түрде бізге осы хамп шығарып беретін болады. Сол үшін де сіздер осы қатені, яғни қатенің берілген оқу арқылы соны таба аласыздар. Мысалы, мына жерде бізде индекс файлында 22-ші қатарда, яғни мына жерде 22-ші қатарда laptops деген айнымалы жоқ. Яғни бұнда айнымалы берілмеген деген қате шығып тұр. Неге бұндай қате шықты? Өйткені біз функцияның ішінде бұл сыртында, яғни функцияның сыртында тұрған айнымалыларға біз доступ ала алмаймыз. Яғни бұл айнымалыларды біз ала алмаймыз. Бұны алу үшін бұл функцияның сыртындағы айнымалылар негізінде глобалды түрде берілген, ал функцияның ішінде біз тек қана осы функцияның ішіндегі айнымалылармен ғана жұмыс жасай аламыз. Ал егер бізге глобалды айнымалыны алу керек болса, біз келесі бір global кілттік сөзін көрсету арқылы біз ала аламыз. Мысалы, laptops деп жазамыз. Енді тексерейік. Енді шықты. Яғни біз мына жерде laptops айнымалысының ішкі емес, біз глобалды айнымалы екенін көрсеттік. Яғни global деген осы тегтің көмегімен біз осы бағдарламаның глобалды laptops деп аталатын айнымалысын аламыз деген мәнді беретін боламыз. Неге бұндай global дегенді көрсету қажет деген сұраққа келетін болсақ, егер де біз осы функцияның ішінде глобалды айнымалыны ала беретін болсақ, ол кезде біз функцияның ішіндегі, мысалы бізге функцияның ішінде laptops деген айнымалыны беру қажет болса, ол сыртқы айнымалымен конфликт болуы мүмкін, яғни екі бірдей айнымалы болу арқылы бізде бағдарламамыз істемей қалуы мүмкін. Сол үшін де біз осы глобалды айнымалыны бөлек осы global тегінің көмегімен алатын боламыз. Және де бұдан бөлек, негізінде глобалдан бөлек біз параметр ретінде алсақ болады. Параметр ретінде біз мысалы мына жерде globals деп жазып, мына жерде globals айнымалысын laptops деп көрсетеміз, яғни laptops деп аталатын айнымалыны параметр ретінде аламыз, соны осы циклдың ішінде пайдаланамыз. Ал енді осы біз fetch laptops функциясын, яғни әдісін шақыратын кезде біз жақшаның ішінде міндетті түрде осы айнымалыны беруіміз қажет. Әйтпесе біздің бағдарлама орындалмайтын болады. Сол үшін де осы айнымалыны біз laptops деп жазамыз. Яғни біз мына бір жоғарыда тұрған осы laptops айнымалысын осы функцияның ішінде, яғни бұл функцияның ішінде біз бұны ала алмаймыз. Сырттағына глобалды өшіріп тастадық. Глобалдың көмегімен де ала алмаймыз. Жалғыз қалған жолы ол аргумент ретінде қабылдаймыз сыртқы ортадан. Ал сыртқы ортада болса, біз мысалы осы әдісті шақыратын кезде қарапайым осы laptops айнымалысын осы яғни біз шақырған айнымалыға беретін боламыз. Сол кезде бізде осы функция жүзеге асырылатын болады. Енді осы функцияның ішінде біз мысалы мына жерде PHP-дің осы шыққан қазіргі кезде өте көп пайдаланатын PHP-дің 7-ші нұсқасында типтер шықты, яғни біз типті көрсетсек болады. Мысалы laptops дегеннің типі ол array, яғни array білесіздер, массив деген тип. Біз мысалы енді обновить ететін болсақ, ешнәрсе өзгермеді, бірақ та біз мына жерде біз өзіміздің осы функцияны қабылдауға, яғни қабылдайтын аргументтерге шектеу қойып тастадық. Яғни біз мына жерде laptops тек қана массив бола алатынын көрсеттік. Мысалы біз мына жерде laptopsқа
мысалы а айнымалысын берейік. Ал а айнымалысы болса, ол бізде hello деген сөзді қамтысын. Енді обновить ететін болсақ, бізге қате шығады. Өйткені біз тек қана айнымалы, яғни аргумент ретінде тек қана массивті бере аламыз. Массивтен басқа нәрсені мүлдем қабылдамайды. Сол үшін де осы яғни типті әрдайым көрсетіп отыру қажет, өйткені бұл қауіпсіздік бойынша міндетті. Және де енді келесі кезекте біз мәндерді шығармастан бұрын, біз мысалы осы функцияның ішінде осы мәндерді өзгертсек болады. Оны біз қалай өзгертеміз? Мысалы осы циклдың мәндерін, мысалы мен атауын өзгертейін. Laptop name деген жерде мен мысалы барлық осы ноутбуктың атауларының соңына қандай да бір сөз жалғайын. Мысалы тест деген сөзді жалғайын. Мына жерде array емес, laptops болады. Сақтаймыз. Мына жерде HP Pavilion тест деп шықты. Яғни көріп отырғандарыңыздай, осы атауларының, барлық ноутбуктың атауларының соңына тест деген сөз жалғанатын болады. Яғни көріп отырғандарыңыздай, функцияның ішінде біз жалғыз сол айнымалыны алмай, біз соның мәнін өзгертсек те болады. Келесі кезекте біз сервермен жұмыс жасайық. Яғни осы HTTP запросының параметрлерімен жұмыс жасайтын болсақ, мысалы мына жерде біз қазіргі кезде localhost/php курс деп аталатын URL бойынша тұр, яғни сілтеме бойынша. Ал енді осы сілтемеде бізге мысалы қарапайым name Алибек деп жазам. Енді осы name'нің мәнін алу қажет болса бізге осы name'нің мәнін алу қажет. Оны біз қалай аламыз? Яғни бізге берілген сұраныстағы параметрлерді алу үшін бізге мысалы get әдісі бойынша берілетін болса, біз соның мәнін көрсету арқылы біз сол параметрді алсақ болады. Міне, Алибек деп шықты. Мән өзгерді. Яғни біз мына жерде параметрге name деп аталатын мәнді бердік. Және де get, яғни get сұранысының көмегімен біз осы name атауын алдық. Ал егер name'ді year'ге өзгертетін болсақ, яғни жыл дегенге, сол кезде қате шығады. Өйткені name деген бұндай параметр жоқ. Мысалы year'ді 2020 деп өзгертетін болсам, мына жерде name'ді year деп өзгертеміз. Міне сол кезде бізде 2020 деген осындай параметр берілген. 2018 деп өзгеріп отырады. Жалпы қос әдістерінде біз get'тің орнына біз мысалы post деп жазу арқылы ала аламыз. Қарапайым түрде HTML тегін құрайық. Тапта басқан кезде бізге бағдарлама автоматты түрде, яғни Sublime Text өзі тегтерді қойып беретін болады. Мысалы title'ға PHP crash course деп жазайын. Body'ға мысалы біз кез келген бір тексттерді жазу арқылы біз осы жерде HTML-дің көмегімен осындай шағын страница шығара аламыз. Яғни HTML-дің қаңқасы бойынша body'дің ішінде біз өзімізге қажетті HTML-дің яғни HTML страницасына тегтерді қойсақ болады. Енді осы HTML-дің ішінде біз қалай PHP-ді пайдалана аламыз. PHP-ді пайдалану үшін біз бағана өткендей PHP тегін көрсететін боламыз. Яғни бағана айтқандай PHP-дің тегін ашып көрсетпесек, біз осы HTML-дің ішінде PHP-ді пайдалана алмаймыз. Біз PHP-ді пайдалану үшін міндетті түрде осы яғни PHP тегін көрсетуіміз қажет. Сол кезде біз PHP кодты жазсақ болады. Echo мысалы hello world деп жазайық. Міне hello world сөзі шықты. Енді осы hello world сөзін біз мысалы H1 тегінің ішінде жазайық.
мына h1 тегі бойынша жазылды. Бірақ та мына жерде өте яғни өте үлкен, яғни тектің көлемі 3 жолдан тұрады. Бұны енді қысқарту үшін біз былай жасақ болады. Hello world дегенді тең деген белгімен өзгертіп жібереміз. Яғни мына жерде біз PHP тегін біз мысалы теңге өзгертетін болсақ, онда бұл echo hello world деген сөзді echoның көмегінсіз автоматты түрде өзі шығаратын болады. Яғни теңдік белгі ол бізде PHP және echo деген сөзді яғни қысқартылған түрі. Яғни мына жерде PHP тегі және echo дегенді біз теңнің көмегімен қысқартып жібере аламыз. Сұрақ белгісінің ішінде жазылады. Міне hello world деген бізде осы сөз шықты. Жалпы бұдан бөлек форма элементтеріне келетін болсақ, мысалы HTML-дің ішінде біз input-қа мысалы name деген жерге year дегенді берейік, жылды. Форумға біз мысалы action дегенге осы страницаны қалдырамыз. Method деген бар, қай әдістің көмегімен жібереміз. Get немесе post екі әдістің түрі бар. Мысалы get'тің көмегімен жіберейік, осы year деген сөзді жіберейік. Get'тің көмегімен buttonға басқан кезде мысалы type деген жерге біз submit деп жазайық. Type submit, окей деп жазайық. Жалпы бұл HTML тегтерді сіздер басқа осы HTML курсын өту арқылы сол жерде үйрене аласыздар. Бұл жерде жалпы бұл курста біз сіздермен бірге негізі осы PHP-дің негіздерін қарастырып жатырмыз. 2020 жыл. Окей деп жазамыз, яғни хамптың бастапқы бетіне қарай өтіп кеттік біз. Action деген жерге біз PHP курс деп өзіміздің осы жобаның сілтемесін көрсетеміз. Ол бізде PHP сызықша курс деп аталады. 2020. Міне year 2020 деп шықты. Енді осыны біз get көмегімен алсақ болады. Енді осы 2020 дегенді біз PHP-де шығарайық. Оны шығару үшін бағана өткендей year дегенді көрсетеміз. Яғни мына жерде year кілттік сөзі ол міне мына жерде көріп отырсыздар, name-нің ішінде біз көрсеткен кілттік сөзді алатын боламыз. Яғни name-нің көмегімен біз сол кілттік сөзді аламыз. Echo'ны өткіздік, мәнді сыртқа шығару үшін. Міне 2020, мысалы 2019-ға өзгерді. Енді келесі тақырып ол бізде файлдармен жұмыс, яғни біз модульдарға бөлу арқылы PHP-ді барлығын бір файлға емес, бірнеше файлға бөліп жазсақ болады. PHP курстың ішінде біз мысалы жаңа файл ашайық. Бұл файлды мысалы біз сохранить деп, мысалы test.php немесе output.php деп көрсетсек болады. Жалпы PHP-ді ашамыз. PHP-дің ішінде біз бағанаға жазған кодты көшіріп аламыз. Мына жерден біз өшіріп тастасақ болады. Оны біз output-ның ішінде жазып көрсетеміз, яғни year-ді алатын боламыз. Ал мына жерде біз PHP курс дегеннен кейін output деп жазатын боламыз. Сол кезде біз мысалы 2020 деп жазатын болсақ, output.php деп жазамыз. Міне 2020 деп жазамыз. Міне сол кезде бізге осы PHP курс, яғни localhost, оның ішіндегі PHP курс деп аталатын жобаның атауы, яғни ол мына жерде тұр. PHP курсының ішіндегі output.php файлына өтетін боламыз. Осы файлға біз year деген аргументпен 2020 деген сөзді жібереміз. Ал екінші файлдан біз осында year-ді алып, осыны браузерге шығаратын боламыз. Енді бұл get әдісі
POS әдісімен жіберейік. Мысалы, get әдісінде біз ашық түрде параметрді жіберсек, ал POS әдісінде біз бұны жабық түрде жіберетін боламыз. Обновить етеміз. Мысалы, мына жерден не өшіріп тастайық. 2020 деген сөзді мысалы окей деп жіберетін болсам, бізге қате береді. Яғни ер деген жоқ. Біз мысалы get-тің көмегімен тек қана get сұраныстарын, яғни get параметрлерін ала аламыз. Ал бірақ бізде методтың ішінде get емес, бізде POS әдісі. POS бойынша, яғни жасырын берілген айнымаларды алу үшін біз POS параметрін көрсету арқылы алсақ болады. Жалпы POS параметр ол негізінде параметрлерді көрінбей, яғни жасырын түрде беру үшін пайдаланады. Ал get-тің көмегімен біз ашық түрде URL, яғни айнымалыға біз мысалы ашық түрде берсек болады. Бірақ та кейбір маңызды мәліметтерді бізге мысалы жасырын түрде беру үшін POS әдісін пайдаланатын боламыз. Жалпы осымен біз сіздермен бірге PHP-дің негіздерін қарастырдық. Жалпы бұл PHP-дің негізгі деген тақырыптары. Бұдан бөлек сіздер объектілі бағытталған программалауды өтсеңіздер болады тереңдетілген түрде. Ол жерде класс, объект сияқты терминдерді өтесіздер. Және де MVC архитектурасын қарастыра аласыздар. Одан бөлек, MVC-дан бөлек фреймворктарды өтсеңіздер болады. Яғни бұның барлығы да тереңдетілген PHP курстары. Ал бұл сабақта біз сіздермен бірге PHP тілінің негіздерін қарастырдық. Жалпы курсты қарағандарыңызға рахмет. Курстан біраз білім алды деген ойдамын. Сау саламат болыңыздар.